Сәлем достар, сіздермен бірге қуанышты медицина, мен дәрігер Қуанышбек. Сіздерге керемет жаңалығым бар. Мен таңдауым ақ халат атты өзімнің төл туындымды жазып шығардым. Қол шапалақ ұрып қояйық, давайте достар. Көп рахмет. Бұл кітап қазіргі кезде өзінің оқырмандарын тапты. 1200-ге жуық тиражды біз уже сатып жібердік. Таңдауым ақ халат кітабының енді тарихын айтып бергім келіп тұр. Жалпы неге мен бұл кітапты шығардым, қандай мақсат болды, тағысын тағыларды бүгін талдайық. Не үшін аты таңдауым ақ халат? Бұны бізге өзіміздің оқырманымыз қойып берді атын. Таңдауым аппақ халат деп қойған еді. Біз кішігірім өзгертіп таңдауым ақ халат деп өзгерттік. Медицинаға түскен кезде студент бірінші медицинаны таңдамайды, бірінші ақ халат таңдайды. Медициналық университетке түскен кезде біз бірінші практикаға бармаймыз. Біздің бірінші практикамыз ол өзімізге ақ халатты кигеніміз. Себебі анандай тарих сияқты, құқық сияқты сабақтарда ақ халат киіп отырады медициналық университеттің студенттері. Мен өзім медициналық университетті өте жоғары балмен бітірген студентпін. Қазір резидентураның 2-ші курсында оқып жатырмын. Медициналық университетке түскен кезде бізде болмашы өтірік әңгімелер өте көп болатын. Медицина қиын, апайлар қадайды, стипендиядан құлатады, сен тозаққа келдің деп айтатын еді, сондай сөздерді. И ол көптеген студенттерге демотивация жасайды. Мынандай болды ма сен өміріңде? Мысалы, анаң сені қинап басуда жуғызғандағы сезім қандай, және өз еркіңмен жуғандағы сезім қандай ыдыс аяқты. Әрине өз еркіңмен жуған кезде кайфпен істейсің, күшті, қуанып тұрып. Ал егер анаң қинап істететін болса, істегің келмей істейсің. Медицинада дәл солай. Таңдауым ақ халат кітабын оқыған студент медицинада өзінің қалауымен ыдыс аяқ жуған сияқты сезім болады. Себебі бұл кітапта достар мен инструкция жаздым. Таңдауым ақ халат кітабының мазмұнын кішкене таныстырғым келіп тұр. Бірінші бөлімде медицинаны бастау. Бұл жерде өзімнің ұстаздармен қалай қарым-қатынас жасадым, қалай жауапкершілік алдым. Екінші бөлімнен ары қарай пайдалы әдеттер, медицинадағы ортаның маңызы, шет тілдердің маңызы. Бірінші курсқа үлкен разбор болды. Жоғары баға алудың құпиясы айтылды. Медицинада шаршап жүрсек не істейміз? Қандай кітап оқимыз? Медицинада ақшамызды қалай басқарамыз? Медицинада контент қалай жасаймыз? Медицинада қалай жұмыс істейміз? Және де өзімнің практикалық кейстеріммен бөлістім. Бұл кітап 208 парақты құрайды. Сыртқы мұқабасын Балнұр деген әдемі дизайнер қызымыз жазып берді. Көп алғысымыз шексіз. Өте керемет болды. Жаңағы Ноли Ноцер деген кітаптарды білесіздер ғой. Не навреди деген кітаптары бар, шетелдік кітаптар. Когда дыхание растворяется в воздухе дегендей. Бұл кітап дәл сол кітап сияқты жазылған кітап, non-fiction форматында, ешқалайда қалыспайды, озбайтын болса, міне достар, қазақша авторды қолданыңыздар. Мына кітапты сілтемеден өтіп, қазір Каспи магазиннен кіріп алсаңыздар болады. Таңдауым ақ халат кітабы, достар, әр медиктің, қазақ тілді медиктің үйінде кітапханасында болуы керек. Неге бағасы 15 000 теңге деп сұрақ қойып жатыр? Неге кітабыңыз нарықтан қымбат деп? Мен осыдан 2 ай бұрын Шымкент қаласына барған кезде өзіме 15 000 теңгеге футболка алғам достар. 15 000 теңгеге футболка. Алдында магазинге барған кезде 21 000 теңгеге шалбарлар тұр, 12 000 теңгеге джинсылар тұр. Сол кезде мен ойладым, бір сезон киіп тастайтын джинсы 12 000, 15 000 тұратын заманда адамның өмір бойына керек білім арзан тұра алмайды. Мен 3 000 теңге, 4 000 теңге қылып бұл кітапты өзінің бағасында сатып, мысалы 6 000, 7 000 қылып істей алмаймын. Неге? Себебі бұл біздің төл туындымыз. Алғашқы кітапты қымбат бағалап тұрмын. Нарықта бұндай кітапты ешкім жазбаған. Медицинада бізде қай профессор, мысалы, қай дәрігерлер осындай студенттерге арнап кітап жазды. Қазақ тіліне ешкім әлі жазбады. Мен өзім бірінші жазып тұрғаннан кейін, достар, бұл кітапты жасауға үлкен командалық еңбек кетті. Менің қолымда тұрғанмен біздің редактор Өмірбай Жадыра, өзімнің қарындасым, және де ЖБ типографиясы көп еңбек етіп жатырмыз бұл кітаптың шығуына. Сол себепті достар, 15 000 теңгелеріңізді өздеріңіздің білімдеріңізге инвестиция жасап алыңыздар. Таңдауым ақ халат кітабының бағасы 15 000 теңге тұрады. Доставкасы кіреді Қазақстанның кез келген қалаларына, және де жанына ЭКГ оқып үйрену деген өзімнің 40 000 теңге тұратын курсымды қосып бергім келіп тұр. Мәңгілік доступпен аласыздар. ЭКГ барлығына керек. Себебі мына жерде практикалық кейс деген бөлімінде ЭКГ білімінің маңызын бәрін айтқан болатынмын. Алда жаңа жыл келе жатыр, неше түрлі мейрамдар келе жатыр, достар. Шетелдік кітаптарды оқып базар болғанша, қазақша кітаптарды оқиық. Сол себепті назарларыңызға көп рахмет. Таңдауым ақ халат кітабын таңдайсыздар деген ойдамын.